Аспанға қарасақ, бізге аспан шексіз болып көрінеді. Бірақ аспанға қарап тұңғиықтың ішіндегі нүкте болып көрінетін жұлдыздарға біз онша мән бермейміз. Ал негізінен алғанда кейбір сол жұлдыздар біздің күннен бірнеше есе тіпті бірнеше 100 есе үлкен және алып. Мысалға алғанда мына Антарес жұлдызы күннің диаметрінен 400 есе ұзын диаметрге ие. Ойлап қарасаңыз өте үлкен шама. Оның қасында жер планетасы түк болмай қалатын сияқты. Ал ендігі кезекте ғарышта бұл Антарестан да өте үлкен нәрселер бар екенін білесіз бе? Сәлем достар, сіздермен бірге Скаврон арнасы. Бүгінгі видеомыз аспан кеңістігіндегі алыптардың алыптары туралы болмақ. Ал сіз видеоның соңында міндетті түрде маған қызық арнасын қарап кетіңіз. Өте сапалы видеолар түсіретін бұл арна сізді қызықтыруы тиіс. Сілтемесі төменде болады. Квазарлар осы әлемдегі ең жарық объекттердің бірі ретінде танымал. Ғалымдар айтқандай, квазарлар өте қуатты болады және галактика ортасында орналасады. Ал квазардың ортасында білетіндеріңіздей қара құрдым орналасқан. Ал ол қара құрдымнан тіпті жарықтың өзі қашып құтыла алмайды. Осы квазарлардың жарқылы кей кезде тұтас бір галактика энергиясынан бірнеше есе асып кетеді. Ал квазар шығаратын энергия біздің күн жүйесі шығаратын толық энергиядан 10 триллион есе көп. Квазарларды кейде дүниенің шамшырағы деп атайды. Өйткені дәл осы квазарлардан шыққан сәуле арқылы ғалымдар дүниені танып біле алады. Және де дәл қазір сіз Скаврон арнасының видеосын тамашалап жатқан кезде квазарлар мыңдаған ғарыш денелерін жұтып жатыр. Бірақ бұл квазарлар алып квазарлар тобының қасында ештеңе емес. Үлкен квазарлардың тобы 2012 жылдың қарашасында ғалымдар аспаннан өте үлкен нәрсені байқады. Кейіннен бұл структура бізге көрінетін дүниедегі ең үлкен структуралардың бірі екені дәлелденді. Үлкен квазарлардың тобы Арыстан шоқжұлдызында орналасқан, және де ол бір немесе екі емес 73 квазардан құралған. Оның өлшемі шамамен 4 миллиард жарық жылын құрайды. Ал оның массасы күннің массасынан 6 квинтиллион есе ауыр. Осыған қарап оның үлкендігін көруге болады. Ондағы қара құрдымдар туралы ойлаудың өзі қорқынышты. Егер бір квазар энергиясы күн жүйесінен 10 триллион есе көп энергия беретін болса, ондағы шығатын энергияны елестетудің өзі қиын. 3C303 галактикасы. Жақында ғана канадалық астрономдар ғарыштағы өте қуатты электр шоғын тапты. Және ол электр шоғы галактика болып шықты. Бұл галактика керемет электр көзіне ие. Ондағы электр ток көзі шамамен 10-18 амперге дейін жетеді. Бұл дегеніміз бір мезетте жер планетасында 1 триллион найзағайдың ұрғаны сияқты. Егер адамдар осындай қуат күшін бағындыра алатын болғанда, біз баяғыдағы атом энергиясынан, жылу энергиясынан бас тартып қояр едік. Осындай алып мөлшердегі энергия басқа жерде тіркелмеген. Геркулес қабырғасы. Бұл үлкен структура 1997-2002 жылдар аралығында Иштван Хорват және Жолтон Багаен бастаған Будапешт университеті мүшелерімен зерттелініп анықталған болатын. Оның үлкендігі жай сипаттау үшін былай айтайын. Ұлы Геркулес қабырғасы біз бақылай алатын ғарыштың диаметрінің 10% алады. Негізінен алғанда мұнда бір-біріне өте жақын орналасқан галактикалар орналасқан. Бұл қабырғаның ұзындығы 10 миллиард жарық жылы, немесе 100 секстиллион километрді құрайды. Қазіргі кезде бұдан асқан алып структура жоқ. Осы видео арқылы сіз кішкене болсын артық білім алдыңыз. Сондықтан сізден сұрарымыз жай ғана тегін лайк және каналға тіркелу. Маған қызық арнасын бағалап кетуді ұмытпаңыздар.